Құранда аты аталған 6 жеміс, оның адам ағзасына пайдасы. Құранда аталған барлық жемістің адам ағзасына тигізер пайдасы мен көптеген ауруларға ем екенін заманауи медицина дәлелдеп келеді. Мұнда ойлаған адам үшін үлкен ғибрат бар, әсіресе жеміс-жидектің пісіп жетілуі, бойындағы бар минерал мен дәрумен қоры таңғалдырмай қоймайды. Барлығы бір топырақтан өсіп өнгенмен түр, түсі мен дәмі әртүрлі. Құрманың діңін өзіңе қарай сілкі, саған жаңа піскен құрма түседі. Құрмадан же, су іш, әрі тыныштыққа бөлен. Мариям сүресі 25-26 аяттар. Құрманы түрлі минералдар мен дәрумендердің қоймасы десек артық айтқандық емес. Оның құрамында мыс, темір, магний, мырыш, марганец, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, күкірт, бор, тағы басқа минералдармен қатар алмада да, бананда да, апельсинде де болмайтын 23 амин қышқылы бар. Сондай-ақ А, В1, В2, В3, В6 дәрумендеріне өте бай. Ғалымдардың зерттеуінше 10 түйір құрма адамға магний, мыс және күкірттің тәуліктік мөлшерін бере алады. Ер адамдар жүрек қан тамырлары ауруына бейім келетіні де бүгінде ешкімге жасырын емес. Мұны статистикалық деректер де растайды. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін калий жүрек бұлшықетінің жұмысын жақсартып, қысымды қалыпқа келтіреді. Магний күйзелісті жеңуге көмектеседі. Сондықтан дәрігерлер адамдарға құрманы көбірек жеуге кеңес береді. Құрма қартаю процесін бәсеңдетеді. Антиоксиданттар, А, С дәрумендері полиқанықпаған май қышқылдарының терінің жақсы сақталуына пайдасы бар. Құрма ағзадағы иод тапшылығын жоюға көмектесетін жемістер тізімінде көш бастап тұр. Сондай-ақ құрма құрамындағы В дәрумені мен магний серотонин синтезіне қатысып, адамға қуаныш гормонын сыйлайды. Ант етемін інжір және зәйтүнмен. Тен сүресі 1 аят. Інжір түрлі дәрумендерге бай. Атап айтсақ, құрамында С, В1, В2 дәрумендермен қатар каротин, кальций, калий, фосфор, қант пен пектин бар. Інжірдің құрамында эфир майы қанның қоюлануына жол бермейді. Інжір фармацевтикалық құндылыққа ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжір қақырықты түсіріп, тамақ, кеуде, суық тию, тұмау ауруларының алдын алады. Жөтелді басуға көмектеседі. Інжірдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдасы бар. Інжір қан қысымын төмендетуге, қандағы қант деңгейін бақылауға көмектеседі. 1 дәрежедегі қант диабетімен ауыратын 10 адамға таңғы асқа інжір жапырағынан әзірленген шай берген кезде олардың инсулинге деген қажеттілігі төмендеген. Інжір жүректің жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Себебі құрамында калий көп болғандықтан жүрек қан тамырлары ауруларына таптырмас ем. Мұны бүгінде медицина ғылымы да растайды. Ислам тарихшыларының айтуынша Ескендір Зүлқарнайн жорыққа шыққанда ас орнына пайдасы мол, алып жүруге ыңғайлы әрі тойымды азық ретінде осы інжірді көп пайдаланған екен. Зәйтүн. Сондай-ақ жүзімнен бақтар және бір-біріне ұқсамайтын зәйтүн мен анар шығарамыз. Олардың жеміс салған және жемісі пісіп жетілген кезіне назар салыңдар. Ан-Наъм сүресі 99 аят. Зәйтүн майында көп кездесетін линолей қышқылы холестеринді азайтады. Жараның тез жазылуын қамтамасыз етіп, көздің өткірлігін күшейтеді. Ал оның құрамындағы фенолдар иммунитетті көтеріп, кәрілікті баяулатады. Зәйтүннің моноқанықпаған майларын қуыруға да табиғи күйінде де пайдалануға болады. Ағзаның өзіне керегін алып, артығын қабылдамайды. Зәйтүннің қасиетіне қарап, оны сұлулық құпиясы деуге негіз бар. Оның құрамындағы А және В дәрумендері теріге жағымды әсер етеді, шашты нығайтып, өсуін тездетеді және жылтыратады. Ал оның моноқанықпаған майларындағы А және Е дәрумендері әйелдің жүкті болу мүмкіндігін арттырады.
В6 дәрумені жүктілік кезіндегі варикоз бен тромбоздың алдын алады. Зәйтүн майын тамақпен бірге күніне кем дегенде 1 рет қолдану әйелдердің омырау безі обырының алдын алады. Банан және жемістері шоғырланған банан ағаштары арасында. Уақиға сүресі 29 аят. Банан дәмді әрі жеңіл жеміс. Ағзада тез қорытылуымен қатар денсаулыққа да аса пайдалы. Жемістің 100 граммында 376 миллиграмм калий бар. Бұл шамадан тыс артық сұйықтықты ағзадан шығару үшін жеткілікті. Банан жараны жазады. Өйткені оның құрамында осы ауруды тудыратын бактерияларға қарсы тұратын заттар бар. Тропикалық елдерде бананның езбесі нәрестенің тамағы болып есептеледі. Себебі банан аллергия тудырмайды және баланың ағзасын пайдалы заттармен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ тропикалық жеміс көзге де ерекше пайдалы. Әдетте сәбіз көзге оң әсер етсе де, банандар торлы қабықтың зақымдануы және орталық көру қабілетінің бұзылуымен күреседі. Денеге В6 дәрумені жетіспесе, адам қатты шаршап, қимылы баяулап, ұйқысыздыққа, анемияға ұшырап, бүйрегіне тас жиналады. Ал бананның құрамында В6 дәруменінің жоғары дозасы бар. Бананды көбіне ағаш деп айтады. Дегенмен бұл шын мәнінде биіктігі 6-7 метрге жететін көп жылдық өте үлкен шөптесін өсімдік. Анар. Ол екеуінде жемістер, құрма және анар бар. Рахман сүресі 68 аят. Анардың құрамында А, Б, С, Е дәрумендері мен калий, йод, темір, кремний, кальций сияқты минералды заттар бар. Сондай-ақ бұл жемістің құрамында зиянды әсерлер мен токсиндерден тиімді қорғайтын және ерте қартаюдың алдын алатын 2 зат бар. Зерттеулерге сәйкес анар шырыны мен қабығында кездесетін пуникаллагин жасыл шай мен қызыл шарапқа қарағанда антиоксиданттық белсенділікке ие. Бұл 2 компонент те ағзаға пайдалы. Әртүрлі аурудың қаупін азайтады және жасушалардың қалыпқа келуіне ықпал етеді. Анардың құрамында бірдей пуникаллагиннің көп болуына байланысты қабынуға қарсы әсер етеді. Анар жүрек-қан тамыр жүйесін нығайтып, қалқанша безінің қызметі мен қан құрамын жақсартады. Соның ішінде гемоглобиннің жоғарылауына айтарлықтай көмектеседі. Жеміс бактерияға, қабынуға қарсы тұра алады және туберкулездің алдын алады. Иммунитетті арттырып, денені суық тию мен вирустан қорғайды. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия ауруларына ем болады. Сондай-ақ анар шырынын физикалық, лазерлік, химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін ішкен жөн. Себебі анар шырыны емнен кейін ағзада қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды. Жүзім. Құрма бақтары және жүзімдіктер жасадық. Және ол жерден бастаулар ағыздық. Ясин сүресі 34 аят. Жүзімнің құрамында П, С, В1, В2, В6, Д, Е, ПП дәрумендері, калий, магний, кальций, фосфор, кобальт, никель, титан, бор, алюминий, силиций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтер бар. Жүзім қандағы азот оксидінің деңгейін көтеріп, қанның қоюлануына жол бермейді. Жүзім шырынына келетін болсақ, оның әсері мен пайдасы өте зор. Шырынды аш қарынға ішу қажет. Жүзімнің әр түрі өзіндік емдік қасиетке ие. Мысалы, жасыл түрінен алынған шырын иммунитетті көтеріп, сергектік пен күш-қуатты сыйласа, қара жүзімнен алынған шырынды ісікке қарсы қолданылады. Сондай-ақ ол мидың жұмысы мен көру қабілетін жақсартуға көмектеседі. Қызыл түсті жүзім денені микроағзалардан, бактериялардан, вирустардан және паразиттерден қорғайды. Айта кету керек, бұл өзіңіз жасаған табиғи шырын туралы. Ал дүкеннен сатып алынған шырынға химиялық заттар, консерванттар, бояғыштар қосылуы мүмкін. Жүзім дәрумендердің, амин қышқылдарының, микроэлементтер мен талшықтардың
пектиндер мен ферменттердің және эфир майларының қоймасы. Табиғи түрде өскен жүзімнің адам ағзасына пайдасы асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіріп, іш қатудың алдын алады. Жүйке жүйесінің жұмысын реттеп, шаршауды басады, адамның күшін қалыпқа келтіріп, сергітіп, жұмыс өнімділігін арттырады. Ауыр металдардың және радиоактивтік сәуленің шығуына көмектеседі, гемоглобин деңгейін қалыпқа келтіріп, түрлі аурумен күреседі. Мінекей, бүгінгі пайдалы видеомызда соңына жетіпті. Бұл айтылған жемістердің барлығы Құранда жазылған және видео барысында дәлел ретінде Құран аяттарының мағынасымен бірге айттым. Пайдалы ақпарат ұнаса және сізге пайдасы тиген болса қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.